Барларыңа сәлем. Менің есімім Бекзат, жай ғана Бека десеңдер болады. Қазақ-Британ техникалық университетінің бұйыртса екінші курс студентімін. Мамандығым IT саласы, ақпараттық технологиялар B057. Оның ішінде информационный системы, яғни ақпараттық жүйелер мамандығы. Оған алда тоқталатын боламыз. Бүгін видеода не болады? Бүгін видеода Қазақ-Британ техникалық университетіне түсуге арналған документтер, және де ағылшын тілі туралы стереотиптер өте көп. Ағылшын тілін білуім керек па, білмеуім керек па, деңгейім қандай болу керек, осы сұрақтарға жауап беретін боламыз. Одан кейінгі сұрақ, мотивационный письмо сияқты тағы да басқа көп қойылатын сұрақтар бар. Осы сұрақтарды және КБТУ-да оқу қалай, преподтары қандай, жалпы универ туралы мен толық айтып беретін боламын. Көп қойылып жатқан сұрақтарға бүгін жауап беретін болам. Егер сұрақтарыңыз болса, төменде комментарийға қойсаңыздар болады, немесе менің Instagram, TikTok, Telegram аккаунттарымда өздеріңіз кіріп көріп, сол жердегі материалдармен таныссаңыздар болады. Менің жекем әрқашан ашық, 24/7 кері байланыс беруге дайынмын қолдан келгенше. Ал ендеше біз кеттік. Ең алғашқы документ тапсыру бойынша біз осы мәселені қозғап кетсек, одан кейін универ туралы айтатын боламыз. Бірінші нәрсе ол бізде степ курсы жайлы. Біздің кезімізде 2023-2024 жылғы бірінші курс студенттеріне степ курсын міндеттеді. Яғни сіз документтерді тапсырған кезде Қазақ-Британ техникалық университетінің өзінің арнайы сіздерге талаптарының ішінде осы степ курсы. Ол қандай жағдайда? Сіздің IELTS немесе TOEFL сертификаттарыңыз болмаған жағдайда. IELTS, TOEFL сертификаттарының бағасы төменде көрсетілген, және осы КБТУ администрациясының Instagram аккаунты, КБТУ-дың официальный аккаунты Instagramда, сол жерде көп ақпараттар бар. Сол жерде осы төмендегі сілтемеде сіздерге көрсететін болам. Сол жерге сіздер басып кіріп толық ақпаратпен таныссаңыздар болады. IELTS, TOEFL сертификатыңыз болмаса, КБТУ-дың степ курсын оқисыздар. Ол біздің кезімізде 40 000 теңге болатын. Яғни алдын ала 2 айға сатып аласыздар, және сатып алғаннан кейін сіз арнайы Neo деген қосымша болады, кәдімгі телефондағы. Сол қосымшадан сіздер тест тапсырасыздар, 3 мүмкіндік беріледі, және сол тестті тапсырғаннан кейін сіздің деңгейіңіз анықталады. Сол деңгейді анықталғаннан кейін сіз B1 деген сертификатқа, яғни B1 деген деңгейге қарай жүресіз. Мысалы ол A0, A1, A1 пре, A1+, A2, A2+, V1, V1+, солай кете береді. Сізге ең кемі V1 сертификатын алуыңыз керек. Сол қосымшаға кіресіздер, тестті тапсырасыздар. Қалай болса солай тапсырмаңыздар. Бұл ескеретін жағдай, себебі көп оқушылар қалай болса солай тапсырып, төмен деңгей алып, мына жаққа дейін, B1-ға дейін, яғни көп уақыттарын жоғалтқан болатын. Ол жерде біздің кезімізде әйтеуір 350 сондай очкоға дейін беретін. Бір сөйлеген кезде, яғни ол жерде спикинг дамытады. Олар сізге бір сөздерді қайталайды, бір сөйлемдерді, бір тақырыпқа байланысты, бір 10 шақты немесе одан көп сөйлемдерді сізге айтады. Сіз соны қайталап, былайша айтқанда спикингіңізді және листенингіңізді дамытатын боласыз. Ал негізінен грамматика сияқты басқа нәрселерді ол қосымшада үйретпейді. Сол себептен қосымша ағылшын деңгейіңізді арттырғаныңыз жөн деп санаймын. Өйткені ол алдағы уақытта сіздің болашақ карьераңыз үшін, болашақта өзіңіздің жаңағындай білім алуыңыз үшін ол нәрсе өте керек нәрсе. Келесі айтатын нәрсе, ол екінші бөлігі, ол кәдімгі онлайн болады. Яғни сіздерде аптасына, біздің кезімізде аптасына 2 рет болатын. Енді биыл өзгеру мүмкін. Оны КБТУ-дың официальный аккаунтынан, Instagram аккаунтында степ деп закрепить етіп қойған. Сол жерге кіріп, астында байланыс нөміріне жазсаңыздар, сол жерде толық ақпаратты айтып беретін болады. Түсінікті болса, енді біздің кезімізде аптасына 2 рет онлайн зумда кәдімгі апаймен бірге бір отырып, бір зумның ішінде 10 адамға дейін кіргізіп, бір группада 10 адам, яғни солар сол жерде мұғалім сабақ өтетін,
сосын тренер деп айтып жатады оны. Былай қарапайым тілде мұғалім сабақ өтеді, және сіздерге сол жерде бір тақырыптарды, арнайы грамматиканы, сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Солай сіз ол кісімен келесі деңгейге өткенде уже басқа мұғалім сізді қабылдап алады. Солай сіз B1-ға дейін жеткенше сіз сол ағылшын тілінің сертификатын аласыз, және өзінің бір шарттары бар. Мысалы, сіз жаңағы NEO деген қосымшадан A1+ деген деңгейді бітірдіңіз. Келесі деңгейге өту үшін тест тапсырасыз Zoom арқылы. Zoom-нан сізді камерамен қарап отырады, және қорқатын ештеңе жоқ. Сіз ана жерде не оқыдыңыз, сол нәрселер келеді сізге. Сол үшін оны оқу қиын деген нәрсе ондай жоқ. Оқу ол жақсы, оқуға болады. Яғни сіздер қалай жасайсыздар? Сіздер тұрасыздар да сол тестті тапсырасыздар. Сосын келесі деңгейге өтесіздер. Келесі деңгейден жаңа мұғалім қабылдап алады. Жалпы степ курсы сондай нәрсе, бірақ мен степ курсына ғана сенбеңіздер. Степ курсы сізді деңгейіңізді 100% көтеріп бермейді. Сіз тағы да қосымша ізденіңіз. Мысалы, сіз басқа курсқа қатысқан күннің өзінде өзіңіз қосымша ізденесіз. Сол сияқты бұл курсқа қатысқанда да қосымша ізденіңіз, қосымша сөздер жаттаңыз. Ютубта неше түрлі каналдар бар. Грамматика негізі КБТУ-ға керек деңгей ол сіз лекцияда сабақта түсінетіндей, яғни лекцияда препод айтып жатады, ағылшынша лекция оқып жатады, сол кезде сіз түсінетіндей, және ол кісіге базовый түрде хотя бы айтып бере алатындай деңгей болу керек. Енді степ курсын түсіндіре алдым деп ойлаймын. КБТУ туралы енді алда уақытта ағылшын тілінің маңызын алда айтатын болам. Тайм-кодтар бұйыртса жазам. Сол тайм-кодтардан тоже қарасаңыздар болады. Ал екінші нәрсе ол мотивациялық хат, яғни мотивационный письмо. Бұл нәрсе былтырдан бастап енгізілді. Мотивационный письмо ол 350-500 сөз аралығында ағылшын тілінде КБТУ-ға не үшін түскіңіз келетіні жайлы жазуыңыз керек. Яғни оның өзінің шарттары бар. Бағанағы айтқан Instagram аккаунтта толық айтылған шарттары. Қайда жібересіздер, қалай жібересіздер, сол нәрсе толық айтылған ол жерде. Сіздерге айтарым, сол мотивациялық хатты мотивациялық хатты, қазір анкета абитуриентаға тоқталатын боламыз. Мотивациялық хатты алдын ала сіз PDF форматында жіберуіңіз қажет. Ол шарттары сол жаңа Instagram аккаунтта 350-500 сөз аралығында. Енді біздің кезімізде оның әсері неге болды? Қабылдау комиссиясынан сұраған кезде олар айтты, ол шынайы ма, плагиат па, біз соны тексереміз. Егер плагиат болған жағдайда біз енді оқудан шығарып жібермейміз, бірақ сіз плагиат жасады деген сияқты бір жерлерде тұрасыз деді. Енді оның нақтысын түсінбедім. Ол енді 2023-2024 жылы оқуға түсетіннің алдында ол мен сұрағаным, және кейін бұл мотивациялық хат онша емес, сенікі дұрыс емес деп шығарып жүрген балаларды көрмедім. Тек сізге айтарым, сіз сол мотивациялық хатты жазыңыз. Егер ағылшын деңгейіңіз төмен болса, қазақша жазыңыз және оны аударыңыз. Одан кейін грамматикасын, басқасын тағы да тексеріп, әдемілеп, сосын шынайы түрде жазып жіберсеңіз, сол жеткілікті деген ойдамын. Одан кейін анкета абитуриента. Бұл Қазақ-Британ техникалық университетінің былтырдан бастап, қателеспесем, қойған тағы бір нәрсесі. Одан қорқудың, шошудың қажеті жоқ. Ол деген нәрсе бізде алдын ала сіз өзіңіздің мәліметтеріңізді толтырасыз. Яғни ата-анаңыздың индарын, номерлерін, мекен-жайларын, өзіңіздің АУТ сертификаты, тағы басқа нәрселерді сіз толтырасыз. Яғни сіз осы универге барған кезде сіз туралы данныйларды олар уже автоматически компьютерден көріп, сіздің де біздің де уақытымызды алмайды, және ана жаққа автоматически базаға тіркейді. Сол үшін сол нәрсені алдын ала тіркеп барыңыздар. Кейін енді қарапайым документтер 063, оны жақын маңда больницада, кейде мектептерде сақтап жатады. Сол анықтамалық қағаз, екпе туралы 075 флюорографиядан өтесіздер, және сол больницада бірнеше кабинеттерге өздері айтады, 075 керек десеңіздер, сол жерде қол қойдырып, сол 075 документін аласыздар. 063-тің қателеспесем оригиналын сұрайды. Одан кейін 3-4 фото. 3-4 фото көбі 10 штук, 20 штук шығарып жатады. Бізде менен 2-ақ
3-4 фотомды алды қателеспесем. Мен 12 штук шығардым, соның қателеспесем 2-еуін ба алды. Енді алдын ала шығара беріңіздер, бәлкім алдағы уақытта керек болып қалар. Келесі бізде қарапайым документтер, ол ұлдардың тіркеу куәлігі. Көк қағаз, оны НВП ағайлар, алғашқы әскери дайындықтың мұғалімдері, сіздерде солар алып, оны сіздерді апарып өткізу керек. Бізде солай болды, мектепте ағайымыз өткізді. Кейін аттестат алған кезде андай кішкентай көк қағазды бізге берді. Бірақ кейбірлерден естіп жатырмын, ондай нәрсе алмаған. Ол жағдайда НВП ағаймен хабарласыңыздар, және оны әскери бөлімге барып тіркеулеріңіз, яғни ол әскери бөлімге барып жаңағы медосмотрдан өтіп, яғни годен, не годен деген сияқты айтады ғой, сол жерден барып өтіп, сол қағазды алуларыңыз міндетті, өйткені ол міндетті түрде документтердің арасында бар. Сол нәрсені ескеріңіздер. Ал негізі КБТУ-ның негізгі документтері осы. Уайымдамаңыздар, 13-20 аралығында болады. QR кодпен тіркелген болатынбыз біздің кезімізде, және консультация алсаңыз болады, және тағы басқа нәрселер. Жалпы айтқанда документ тапсырудан ешқандай қорқудың, ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Енді келесі Қазақ Британ техникалық университетіне айтишниктарға совет берейін. Мынандай анкета абитуриента кезінде сіздерде IT саласының ішінде мамандықтар бөлінеді. IT саласында мен білетін негіз 5 мамандық дейді: дата сайенс, тағы бір нәрсе. Енді оларды мен зерттемедім. Ал негізгі үшеуі ИС, яғни информационные системы, ВТИПО, есептеу техникасы және басқару, қателеспесем, расшифровкасын нақты ұмытып тұрмын. Және келесі ол IT менеджмент. IT менеджмент ол енді былайша айтқанда сіз менеджмент саласына кетесіз, бірақ IT-дің ішіндегі, яғни ұйымдастыру деген сияқты. Енді ол жақты мен толық зерттеген жоқпын, толық қандай пәндер кіреді, ол нәрсені зерттемедім, бірақ ВТИПО мен ИС-ның сабақтары бірдей. Айтқым келетіні, ВТИПО-да, ИС-да ертең элективка таңдайсыздар, яғни элективка деген кейін сіздер 3-4 курста өз салаларыңызға бөлінген кезде, сол кезде сіздер бір мамандықты, мысалы Android разработчик, iOS разработчик, мысалы React Native, Go, Golang, көп қой, мысалы таңдау өзіңіздің бағыт бойынша. Енді КБТУ-ның элективкалары өте көп. Солай сіздер өздеріңіздің элективкаларыңызды таңдап, IT саласының мамандары болып шықсаңыздар болады. ИС-дан да, ВТИПО-дан да. ИС мен ВТИПО-ның бірінші курсында көрген разницасы, ешқандай разницасы жоқ. Біздің факультет школа информационных технологий и инженерия, яғни ақпараттық технологиялар және инженерия мектебі деп қазақша аударылады. ШИТИ деп айтады қысқартып. Және оның ішіне аюшниктар кіреді, яғни автоматизация және управление. Одан кейін, то есть автоматтану және басқару. Одан кейін бізде осы IT саласы, яғни ақпараттық технологиялар, және оның ішінде бөлінеді. Жаңағы ИС, ВТИПО, IT менеджмент сияқты. Былайша айтқанда біздің кезімізде 1115 адам осы біздің факультетке түскен болатын, яғни аюшниктар, физматтар және жаңағы информаттар, ВТИПО, ИС, IT менеджмент салаларға кеткен балалар. Енді екінші курс, үшінші курс алдағы уақытта ВТИПО мен ИС-ның негізгі сабақтары ұқсас бірдей. Кейбір сабақтары тіпті бірдей. Енді бір ғана разница, енді бұл нәрсе көп сұралады. Физика оқи ма? КБТУ-да физика бар ма? Информаттар үшін бұл қиын нәрсе. Физиканы біздің факультеттегі бүкіл оқушы физика 1-ді оқиды. Ол мектеп бағдарламасы, былайша айтқанда. Егер мектеп бағдарламасына физиканы жақсы оқысаңыз, енді біраз нәрсені ұмытып қалуыңыз мүмкін, бірақ енді еске түсіріп, әйтеуір жапсаңыз болады ол сабақты. Ал ВТИПО-да физика 2-ні екінші курстың бірінші семестрінде оқиды. Аюшниктар тоже оқиды, физматтар. Ал ИС таңдағандар, яғни информацион система, ақпараттық жүйелер таңдағандар физика 1-мен тоқтайды. Одан кейін физикаға мүлдем жоламайды. Сол себепті мен өз басым ИС-ны таңдадым. Енді мен ол туралы мүлдем білмедім. Кейін білген және сіздерге совет беретін сол ИС тоже жақсы. ИС-ны таңдай беріңіздер смело, ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Келесі бізде ең көп сұрақ
ол ағылшын тіліне қатысты. Бұл сұрақ енді каждый оқушының миында тұрған, әсіресе ағылшын тілін андай көп білмейтін, деңгейі төмен балалардың стереотип десем болады. Ағылшын тілін қаншалықты білу маңызды. Сіздерге айтарым, Қазақ-Британ техникалық университетінің сабақтары бізде былай бөлінеді. Яғни сіздерде ағылшын тілінен бүкіл сабақтардың лекциясы да практикасы ағылшын тілінен болады. Яғни сізге преподтар, ол қай жақтың преподтар? Қазақтар болады, орыс ұлтынан, немесе яғни орыс тілді, немесе басқа шетелдің адамдары осы КБТУ-да преподавательдердің қатарында, олардың қатарында ең мықты тұлғалардың. Былайша айтқанда КБТУ-дың легендалары десем болады. Олар мысалы Асқар Жұмаділдаев бірінші курста осы біздің факультеттің балаларына дискретті математикадан сабақ береді. Пакита деген бар, мысалы ол магистранттарға сабақ береді, осы біздің факультет бойынша мықты кісілердің бірі. Бейбіт Кулпешев, например, тағы сол сияқты көптеген бізде профессорлар сабақ береді. Олар мақтанып айтсақ болады, бұл кісілер. Ағылшын тілін егер жақсы білсеңіз, онда сізге оңай болады. Мысалы бізде квиздар, мидтермдар, эндтерм, яғни қарапайым тілде оларды рубежка деп жатады басқа университеттерде, және бізде сессияда, яғни файнал деп айтылады. Осылардың барлығы бізде ағылшын тілінде болады. Яғни тесті ағылшын тілінде, чисто ағылшын, 100% ағылшын тілінде. Және лекциялары, практикалары тоже ағылшын тілінде болады. Сізге ағылшын тілін қаншалықты жоғары білсеңіз, сізге мүмкіндіктер соншалықты ашылады. Себебі ертең ютубтан материал қарағанда орысша видеолардың өзі аз, ағылшынша видеоларды қарайсыздар. Егер ағылшын тілі деңгейіңіз нашар болса, онда уайымдамаңыз. Например, мен өз жағдайымды айтсам, мен қарапайым 300 бала оқитын ауыл мектебінің баласымын. Ағылшын тілі деңгейім барған кезде өте төмен болды. Былайша айтқанда, грамматикам да, екі сөздің басын қосуым да ол төмен болды. Бірақ менде тек ниет болды, мақсат болды. Соның арқасында, Аллаға шүкір, бірінші курста ағылшын тілінің деңгейім жоғарылап, және де бірінші күн мен соңғы күнді салыстырсам, мысалы бірінші семестрдің аяғында спикинг, яғни спикингтан емтихан болатын болды. Соған кәдімгідей күндеп дайындалып қиналған едім. Кейін уже екінші семестрда тоже соған қатысты спикингтан болды. Ол кезде уже мен тез дайындала салдым. Былайша айтқанда, егер сізде ниет болса, онда сіз оқисыз, және сіз басқалармен ілесесіз да, автоматты түрде сіз меңгересіз. Былайша айтқанда, адам барлығына төзеді, барлығына үйренседі. Айтатын нәрсем, ең алғаш келген кезде дым уайымдамаңыз. Егер сізде түк шықпай жатса, түк оқи алмай жатсаңыз, дым білмей жатса, ол кез келген университетте адаптация жасалғанша сондай уақыт, сондай период болады. КБТУ-ға келгенде ең алғаш, вау, қандай жерге келдім мен. Іші прям бір жағында ағылшынша, бір жағында орысша, бір жағында немісше, кәрісше, жалпы неше түрлі адамдар. Тем более менің фамилиям Шыдан келгендіктен, мен сол сәл орыс тілді адамдармен түстім. Енді ондай нәрсе көрмеген, бірақ олармен де үйренісіп кеттім. Жақсы араласамыз. Былайша айтқанда, сіздерге айтарым, ағылшын тілінен мүлдем қорықпаңыздар. Ағылшын тілі үшін КБТУ-ға түспей қалу, ол үлкен қателік. Сіздің демек мақсатыңыз айқын емес. Сіз әлі нақты мақсат қойған жоқсыз. Сізге айтарым, нақты мақсат қойыңыз, алға қарай жылжыңыз, әрекет етіңіз, Құдай берекетін береді. Былайша айтқанда, ағылшын тілін нашар білсеңіз де оқып кетуге болады ілесіп. Ал енді келесі нәрсе, Қазақ-Британ техникалық университетінің преподтары жайлы айтсам, яғни мұғалімдері жайлы қарапайым тілде. Маған берген мұғалімдер өмірде кәдімгі IT саласында жұмыс жасаған, бэкэндті істеген, фуллстекті істеген, сондай преподтар берді. Бірінші курсымда да, екінші курсымда да. Біздің бір жақсы жеріміз, уже бірінші курстан бастап мамандыққа қарай бізді бұрады. Яғни мамандыққа қатысы бар сабақтарды оқытады. Мысалы, бірінші курста уже C++ тілін оқытады, екінші курста Python тілін оқытады, яғни екінші семестрда. Сол сияқты біздің саламызға қатысы бар нәрселерді оқытады.
ағылшын тілі, например, преподтары өте жақсы, маған ұнады. Мысалы, екінші семестрда берген апайым, ол Жусан банкте істейтін, джавист, яғни Java тілінде код жазады. Ол былайша айтқанда мықты, осы КБТУ-ды бітірген. Бізге всегда сөйлесетінбіз, всегда сұрақтарыма жауап беретін. Кеш болсын кешкісін ол кәдімгі митқа кіріп, маған барынша соңына дейін түсіндіріп, менің проблемам шешілгенше маған до конца көрсететін. Және қазақша митап, мына жерде телеграм каналдары бар, сол жерде қазақша митаптар өткізеді. Сондай стартап, сондай жобаның авторлары соны ұйымдастырып жүрген, былайша айтқанда қазақ тілді контент, қазақ тілді IT-ға үлкен үлестерін қосып жүрген кісілер. Оларға мың алғыс. Сол митаптарға шақырып барған болатынбыз. Өте пайдалы кеңестер көп. Қазір сол жерге тоже кіріп көрсеңіздер болады. Мысалы, одан кейін мынандай нәрсе бар, мынандай стереотип бар. КБТУ-дың преподтары летаға қалдырады, яғни ретейққа стипендияңнан құлатады деген нәрсе. Бұл нәрсе негізі менің ойымша өтірік. Өйткені енді может бар, ол 1-2 адам, ондай адам, яғни сәл қырсықтау, сәл қаталдау, бірақ КБТУ бұл статусы бар университет талап етеді, ол бір жағынан дұрыс. Мен енді сіздер бұған келіседі деп ойлаймын. Талап қоя білген ол дұрыс. Өйткені бұл қарапайым университет қатарында емес. Кейін айтатын нәрсем, егер сен оқысаң, берген нәрселерін, заданияларын дедлайннан кешіктірмей орындасаң, істеп жүрсең, өзің пысық болсаң, онда сені ешкім құлатпайды. Егер сен өзің оқымай, өзің орта таппай, өзің әрекет жасамай жүрсең, әрине сен оқымағаннан кейін сен құлайсың. Өйткені бұл қарапайым университет емес. Бұл жерде система сәл күрделі. Сондықтан сендерге айтарым, ешқандай да сендер босаңсымай оқыңдар, адаптация жасаңдар, содан кейін уже болады, стипендияны сақтап қалуға болады. Например, мен бірінші курсымда, Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, стипендиямды сақтап қалдым. Сол сияқты сендерде ондай нәрседен қорықпаңдар. Маған көп адамдар көп айтады, оқушылар әсіресе қорқады. Маған үлкендер айтшы, олар мысалы мынандай ғой, 120 алған бала не істейді? 120 алған бала, ұбт-ға дайындалса болады, грант ұтып алса болады дейді. Ал 50 балға алған адам, ой, енді қиын дейді. Өйткені ол дайындалмаған адам, оқымаған адам всегда сөйтіп айтады. Ол менің алдымдағылар да, сіздерден кейінгілер де солай айтатын болады. Сол себепті мына жердегі сіздерге айтатын мақсат, ниеттеріңіз анық болса болғаны. Сол нәрсе ең бастысы, сол нәрсе жеткілікті. Мен қысқаша тоқтала кетейін. Біздің факультетте бірінші курста не оқиды? Мен ол туралы өзімнің телеграм каналымда жазған болатынмын, қандай пәндер кіреді. Сол жерге мен материалдарды, лекцияларды қойған болатынмын. Сол жерден қарап, бірінші курсқа не істеу керек, мен алдағы уақытта тағы видеолар шығаратын боламын. Бүгін көп қойылатын сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Кейіннен айтатын нәрсем, сіздер ешқандай да уайымдамаңыздар. Бұйыртса, Алла қаласа, осы университеттің түлегі атануды сіздерге Алла тағала нәсіп етсін. Менің инстаграм және тикток аккаунттарымды көрсеңіздер болады. Сол жерде де фотолар салам, видеолар салам, маңызды ақпараттар, маңызды мәліметтер салам. Соның бәрін актуальный бөлімдерін қарап шықсаңыздар, мен біраз ақпараттармен бөліскен болатынмын. Сол жерді қараңыздар. Ал егер сіз КБТУ-ға түсем десеңіз, онда еш өкінбейсіз. Мен алдағы уақытта системасын, ішіндегі бүкіл нәрселерін тағы да айтатын болам. КБТУ өйткені ол статусты университет, статусы бар, статусы жоғары университет. Сондықтан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Қарапайым ауыл баласынан бастап мықты мектептердің бүкіл Қазақстаннан түкпір-түкпірінен жиналған мықтылар осы жерде. Олармен бірге сіз бірге дамисыз, бірге олармен жақсы жетістіктерге жетесіз. Сол себепті ешқандай уайымдамай, уверенно өздеріңізге сенімді түрде осы университетке түсуге кеңес берем. Ешқандай да мен бірінші курсым аяқталды. Мен ешқандай да өкінбеймін, керісінше қуанам. Сіздерге де сәттілік. Менің жекеме сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Лайк, коммент жазыңыздар. Мен бұйыртса екінші бөлімін тезірек шығаратын боламын.